Бүгін Қордай ауданындағы орталық саябақта бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Іс-шараға аймақтағы мемлекеттік және жекеменшік мекемелер қатысып, жұмыс іздеушілерге бірқатар ұсыныс әзірлеген. Нәтижесінде 8 азамат тұрақты қызметке орналасу үшін келесі кезеңге жолданды. Толығырақ тілші айтады. Іс-шара барысында Мансап орталығы аудан бойынша 100 тұрақты бос жұмыс орнын ұсынған. Оның ішінде білім беру саласында 40, денсаулық сақтауда 14 және өзге бағыттар бойынша 46 вакантты қызметтің бары анықталған. Ауданымыз бойынша 68 жұмыс берушіден 100-ден аса вакантты бос жұмыс орындар ұсынылып отыр. Бүгін ірі 10-нан аса жұмыс берушілер қатысып отыр. Онымен қоса бізде пробация қызметінде тіркеуде тұрған азаматтар, алиментпен жаңағы қатысатын азаматтарымыз барлығы осы жәрмеңкеге қатысып отыр. Сондай-ақ жәрмеңке барысында қатысушыларға Мансап орталығы арқылы ұсынылатын 50-ге жуық қоғамдық жұмыс орны туралы ақпарат берілді. Бұдан бөлек жастар тәжірибесі бағдарламасы мен мемлекеттік қайтарымсыз гранттар, кәсіптік оқыту және жұмыспен қамтуға бағытталған өзге де мемлекеттік қолдау шаралары жөнінде түсіндірме жүргізілген. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.